Қойшыбек мүбәрак. Натюрморт. Үшінші бөлім. Қолын иығыма салып отырған ерке. Қайда түстіңіз? Деп мойныма асылып отырған еркенің аш белін құшақтай. Алыс емес. Ақжайық қонақ үйіне. Әдейі Дария жағасына жақын жерге түстім. Маған да алыс емес. Сол маңда мастерскойым да үйім де жақын. Деп үлбіреген ернін бетіме тигізді. Мен енді өзімді ұстай алмай қалдым. Еш қымсынбастан еркенің ерніне жабыстым. Манадан ішкен арақтың буына еркенің ернінің бал дәмі қосылып, балқып барамын. Ерсі қылығымызға ежірейе қараған барменді елегеміз де жоқ. Сүйісе жүріп, есепті жаптық та еркенің үйіне қарай тарттық. Жол ортаға дейін бірге келген Айша: "Ерке, өтініш, ертеңге маған қалдырарсың", деді аярлана күліп. "Жоқ, сенімен бөлісе алмаймын құрбым, ренжи көрме". Еркенің шаңқылдап күлген күлкісі түнгі тыныш аспанды тітірендіріп жібергендей болды. Еркенің мастерскойы тура мен жатқан қонақ үйдің түбінде екен. Ішкі әуелі өзгерген ерке шырақты жақты. Құрулы мольберттер ілінген картиналар көздің жауын алады. Мен таң-тамаша болып жан-жағыма алақтай қарай бастап едім. Ерке шырақты әлсіретті де жаныма келіп ту сыртын беріп тұра қалды. Сосын сол қолымды артында тұрған менің қолымды ұстап жауырына апарса: "Ағытсаңшы енді", деді қиыла. Мен еш ойланбастан еркенің көйлегінің сырт басын төмен тарттым да өзім де шешіне бастадым. Бөлменің тура ортасында тұрған кең диванға еркені жас балаша ту сыртынан құшақтап көтеріп алып келдім. Арадағы алқыныс тым ұзаққа созылды. Әбден дағдырымыз құрып, екеуміз де екі жаққа шашылып қалғандай болып жатырмыз. Әуелгі сөзді мен бастадым. "Ерке". "Ау", деді еркен арау. "Менің суретімді салмайсың ба?" Айнып қалдым. "Неге?" "Сен маған керексің". "Не үшін?" "Тура осылай жатқанымыз үшін". "Түсінбедім". "Мана бармен айтты ғой", деді ерке сыбырлай. Жүрегім зырқ ете қалды. Соншалықты ақырын сыбырлап айтқан сөзді қалай естіп қойды деп үнсіз біраз жаттым да. "Мен оған сенбеймін", дедім өзімді барынша салмақты ұстап. "Өкінішке қарай сеніңе тура келеді. Ол рас айтады. Мені бүкіл қала біледі. Сондықтан да менімен жалғыз бөлем Айшадан басқа ешкім араласпайды. Сол үшін де сенің картинаңды салмай алып қалайын деп шештім". Енді ол егіліп жылай бастады. Оған жаным ашыды. Өзіме қарай тартып, ернінен сүйдім. Дегенмен денем біртүрлі тітіркенгендей. "Асқар, саған не болды? Қорқып жатырсың ба?" деді ерке беліме оратыла. "Жоқ, жай тоңып жатқан шығармын. Мына жер салқын екен", дедім өзімше жалтауып. "Жарайды Асқар, сен шынымен қорқып жатсаң, онда тұрайық. Мен сенің картинаңды жасайын. Қазір", деп орнынан тұрған ерке анадайда тұрған тоңазытқышты ашты да ішінен әлдебір құтыны алып үстелдің үстінде тұрған стаканға құйды да маған алып келді. "Мынаны ішіп ал, жайланып қаласың", деді. Мен еш ойланбастан сәл ашқылтым дәмі бар сусынды басыма бірақ көтердім. Шынымен де сергіп қалғандаймын. Тұрып киінбек болып едім, ерке: "Жоқ, керек емес. Тура осылай отыра бер. Осы қалпың да әдемі", деді қиыла құрулы мол бетін менің қарсы алдыма әкеліп қойып жатып. Жалғасы бар.